Қалдарыңыз қалай? Сіздермен осы видеода осындай өте әдемі көздің жауын алатын жаңа жылдық сыйлық, жаңа жылдық шыршаға арналған ойыншық жасап үйренетін боламыз. Өзіңіздің суретпен міне шыршаға ілгенде осылай көрінеді. Диаметрі 8 см болатын шар. Жақындарыңызды қуантып, ерекше эмоция сыйлағыңыз келсе, соңына дейін қарап, менімен қайталап көріңіздер. Мен мұнда әр шарға бір жағына отбасылық фото, екінші жағына балалардың фотосын жасап, осылай отбасылық жолдастарымызға сыйлық жасадым. Алдымен қолданатын шарымызды влажный салфеткамен ішін сүртіп аламыз. Себебі қазір біз оған фото жабыстырып, кейін жапқан кезде іші сүртілмей қалса, ол мутный болып тұрады, бұлдыр-бұлдыр болып. Сондықтан алдымен ішін сыртын жақсылап бір сүртіп алуымыз керек. Бұл шарлар қолөнерлер дүкенінде сатылады. Жаңа жылдық шыршаға арналған, елочный ойыншықтарға арналған шар деп аталады. Енді клейдің көмегімен біздің шығарып алған фотоларымызды бір-біріне жабыстыратын боламын. Мен мұнда жаңа жылдық рамкаға салып шығардым. Бұл фотолардың диаметрі 7,8, 7,7 диаметр шамамен. Фотоларды бір-біріне жабыстырғанда екі жағынан да біздің мысалы адам, не болмаса адамдар болса, барынша ортада центрде тұрғанына мән беріңіздер. Мына шарлардың екі шеті екі түрлі. Бірінші беті жақтауы бар, міне видеода көріп тұрғаныңыздай. Екінші жағы жақтаусыз тегіс болады, үстінен кигізе салатындай. Біреуінікі ішінен, екіншісінікі сырт жағына киюге арналған болады. Енді біз мына фотоны ішіне қарап тұрған жағына, кішкене ішінен шығып тұрған жағына, соның үстіне қоятын боламыз. Маған штатив кедергі жасағансын, камерадан түс қойып алдым. Бұған дейінгі шығып тұрған фотоның артық жерін кесіп алып тастадым. Енді міне шеттерін клеймен, осылай түссіз клей бұл, сонымен шеттерін жағып шығам. Барынша ровно тұру үшін, түзу қозғалып кетпес үшін кейін жапқан кезде. Енді біздің клейіміз кепкенше бантиктерімізді жасайтын боламыз. Экранда көрсетілген өлшемдермен кесіп аласыз, 4 жолақ. Міне ортасын бүктеп, әрқайсының екі шетін айқастырып, бұл лентаның ортасын анықтау үшін. Сосын екі шетін бір-біріне айқастырып, оны жаңағы бүктеген кездегі шыққан сызықтың үстіне қойып, демек дәл ортасы деген сөз. Осылай бір бантик жасаймыз. Жіппен жақсылап байлап, түйіп, бір бантигіміз дайын. Дәл солай, дәл осы тәсілмен екінші бантикті де жасайтын боламыз. Енді міне ортасына жіңішке жолақтарды аламыз. Мына ленталарды кез келген түсте өзіңіздің қалауыңызбен ала берсеңіз болады. Бұны да бағанағы тәсілмен алдымен екі шетін бір-біріне бірдей қойып, ортасын анықтап, сосын міне дәл ортасына екі шетінен қайттан қойып, осылай бағанағы дайындаған бантиктің үстіне қойып, сол қалған жіппен, бағанағы түйген сол жіппен қайттан орап, осылай бантигіміз дайын болады. Артық жіпті кесіп тастадым. Екіншісінде дәл сондай тәсілмен дайындадым.
Міне бантиктарымызды дайындап болғалы, біздің клейіміз де кеуіп үлгерді. Енді қапағын бір-біріне жабатын боламыз. Маған штатив кедергі жасағасын, мен камерадан тыс жауып сіздерге көрсеттім. Енді мына шардың полоска сызығы көрінбес үшін осындай тесмамен жабатын боламыз. Мен осындай E8000 клейін қолдандым, себебі бұл түссіз клей, кейін кепкен кезде клей жағылғаны көрінбейтін болады. Ыстық пистолет клейінді қолдануға болады, алайда ол тез қатады ғой. Тез қатып, мысалы бугорок болып тұрады, төмпешік болып, сондықтан мен оны қолданбадым. Әдейі осы түссіз клейді қолдандым. Бұл бірақ бірден кеппейді. Ыстық клейге қарағанда бұның кебуіне уақыт керек. Мен қолданып жатқан тесма осылай көрінеді, күміс түсінде, ал бұл алтын түсінде. Бұны мен де шар жасадым. Шарда осылай көрінеді. Бұл фотода жолдасым екеумізбіз. Енді шарымызға ілмек жасамақшымын. Осындай жұқа лентаны алып, тесігімізден өткізіп, керек ұзындықта түйін жасап, осылай артық жерін кесіп тастап, осылай ілмек жасадым. Енді бұл ілмектің түйіндеген жерін шардың артқы жағына қойып, солай тығып қойдым. Себебі үстінде көрініп қалмасын, барынша байқаныс үстіне қалып қоймасын, ілмек әдемі болмайды. Әйтпесе, енді міне ине жіптің көмегімен алдымен екі бантикті екі шетінен қойып, жақсылап жіппен екі шетінен түйіндеп аламын. Себебі құр клей тұрса, ол түсіп қалуы мүмкін. Әрі көп уақыт, мысалы, қолданатын болсаңыз, балалар ойнауы мүмкін, сондықтан ол клей в любом случае түсіп қалуы мүмкін. Сондықтан да алдымен осылай жіппен закрепить етіп алам. Жақсылап түйіндеп, жақсылап қаттырақ байлап, сосын бірақ термоклеймен арасына клей жағып қосымша қатырамын. Мына жерде мен тастар қойып көріп жатырмын. Осы тастарды термоклейдің көмегімен жабыстыратын боламын. Қайтадан влажный салфетканың көмегімен сүртіп отырмын. Себебі біз жұмыс жасаған кезде саусақтарымыз дейді. Сондықтан қайтадан жақсылап сүртіп, артық клейлерін алып, сосын арнайы қорапшаға салып, солай табыстайтын боламын. Мінекей өте әдемі шар жасадық. Қарап өтіңіздер, бағасын беріңіздер. Бұл фотолар менің ұлым мен қызым, тұңғыштарым менің. Қазір үлкен оқушылар. Қалай сіздерге ұнады ма? Ұнаса комментарийға жазып өтіңіздер, лүпіл басып өтіңіздер. Егер қайталап істеп жатсаңыз, мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Мен сіздердің жұмыстарыңызды өзімнің парақшама белгілейтін боламын. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.